Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өру өнері, өру түрлері, материалдар және құрал-жабдықтармен танысу. Оқу мақсаттары заманауи және дәстүрлі емес материалдардың бірқатарын тану, олардың қасиеттері мен тағайындалуын анықтау. Шығармашылық идеяларды іске асыру үшін нобайлар орындау. Шығармашылық жұмысты орындау кезеңдерін анықтай отырып жоспар дайындау. Сабақтың мақсаты өру өнеріне шолу жасау, түрлі өру тәсілдерімен қолданылатын материалдармен танысу, нобай орындау, өз жұмысын жоспарлау, өру түрлерін орындау. Дескриптор акті ақпараттарын қолдану, өру өнерінің түрлерін анықтайды. Өру жұмсақ материалдардан қолмен шалып біріктіру арқылы бұйым жасау тәсілі. Өру тәсілі жер жүзіндегі барлық халықтар арасында ертеден таралған. Мысалы, қамыстан бойыра, көк шыбықтан себет тоқу нәлет дәуірінен мәлім. Өру әсіресе теңіз жағалауындағы елдерде кеңінен таралған. Олар өру арқылы үй тұрмысына, теңіз шаруашылығына қажетті бұйымдар жасаумен қатар, түрлі өсімдіктердің сабағы мен талшығынан өріп, шарбақ, көк шыбықтан өріп арбаға қорап, таспадан өріп ер-тұрман жегу әбзелдерін әзірлеген. Қазір бұйым өріп тоқу әдісі өнеркәсіп салаларында машинамен жасалады. Мысалы, қабығы ашылған көк шыбықтан орындық, балалар арбасына қорапша, ыдыс-аяқ, тағы басқа бұйымдар салуға арналған сандықша, себет тоқылады. Макраме белгілі ретпен орналасқан әртүрлі түйіндердің көмегімен тоқу, түйіп тоқу арқылы әр алуан өрнек шығаруға болады. Тоқу үшін әртүрлі жуандықтағы жіптер, баулар, таспалар пайдаланылады. Ұсақ бұйымдарды әбден ширатылған жіңішке жіптерден тоқиды. Тоқу үстінде керамикалық ағаш және мойшақтар мен сақиналарды қолдануға болады. Назар аударамыз, макраме әдісі арқылы өрілген бірнеше білезіктер түрлері берілген. Өру түрлері: бисерден өру, макраме, таспадан өру, газет түтіктерінен өру, сабаннан өру, өсімдік сабағынан өру. Керекті құрал-жабдықтарға тоқтала кететін болсақ балалар, оның өзі өрудің түріне, әр түріне байланысты болады. Бұл жерде қазір бисердің салпыншақтары және бисермен өруге арналған қайшы, бисер, желі және жіп. Балалар, бүгінгі сабақта рефлексияға кезек беретін болсақ, өру дегеніміз не? Өрудің қанша түрін білесің? Сұрақтарға мұқият жауап береміз. Үйге тапсырма: шаш үлгісін макраме түрінде өру әдісі. Назарларыңызға рахмет.